Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін мейіздің пайдасы туралы айтатын боламын. Мейіз кептірілген жүзім. Мейіздің адам ағзасына тигізетін пайдасы белгілі. Бұл витаминдер мен минералдарға өте бай антиоксидант. Мейіз кептірілген жүзім және ол кептірілген жемістердің танымал пайдалы түрі. Оның басты артықшылығы құрамында 80%-дан астам қант, шарап және линол қышқылдары, азотты заттар, талшықтар бар. Сондай-ақ мейізде витаминдерден А, В1, В2, В5 және минералды заттардан калий, бор, темір, фосфор, кальций, магний, натрий бар. Мейіз иммундық жүйені нығайтуды қажет ететіндерге пайдалы. Кептірілген жүзімнің құрамында антиоксиданттар бар, ал кептірілген жидектерді жеу әртүрлі аурулармен әлсіреген денені нығайтады. Кептірілген жемістердің адам үшін пайдалы өнім екендігі әлдеқашан дәлелденген. Мейіз бұл ересектерге де, балаларға да. Кептірілген жемістердің ішіндегі ең сүйікті дәмді тағамдардың бірі. Мейіз тәттілерді толығымен алмастырады. Тағам дайындау мен дәстүрлі медицинада қолданудың кең спектріне ие және адам ағзасына жағымды әсер етеді. Мейіз қайнатпасы тыныс алу жолдарының аурулары үшін организмге пайдалы. Мейіз қанды тазартады, жүрек ауруларына көмектеседі, ауыр жүктемелерден кейін спортшыларды қалпына келтіреді, миды белсендіреді және жүйке импульстарының өтуін жеделдетеді. Сонымен қатар мейізді қолдану гемоглобин өндірісін белсендіруге, гемопоз процесін қалпына келтіруге, жүректің жұмысын қалпына келтіруге, қан тамырларын нығайтуға, кариенің дамуына жол бермейді және тіс эмалін нығайтуға көмектеседі. Мейіздің арқасында сіз мигрен мен депрессиядан арылуға, ұйқыны жақсартып, дененің жалпы жағдайын жақсартуға болады. Мейіздің көптеген пайдалы қасиеттері бар, алайда бұл өнім жоғары калориялы, сондықтан тұтыну мөлшерін мұқият бақылау керек. Бұл әсіресе өз салмағын мұқият қадағалайтын адамдарға қатысты. Сондай-ақ қант диабетімен ауыратын адамдар мейізді көп мөлшерде жеуге болмайды. Өйткені бұл өнім құрамында қант мөлшері жоғары. Кептірілген жүзім аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін екенін ұмытпаған жөн. Сондықтан мейізді жиі тұтынуды жоспарласаңыз, міндетті түрде маманға жүгінгеніңіз дұрыс. Мейіз халықтық медицинада танымал. Адамдар оларды қайнатпа түрінде жиі пайдаланады. Өйткені ол витаминдердің осы шоғырланған кешенін жақсы сіңіреді. Оның үстіне оны балалар да қабылдай алады. Калий мен басқа минералдардың көп болуына байланысты мейіз шырыны дененің су-тұз балансын қалпына келтіруге көмектеседі. Бұл жағдайда мейіздің қайнатпасы ағзаның жұмысын қалпына келтіруге көмектеседі. Өйткені ол қан қысымы мен жүйке жүйесіне жақсы әсер етеді. Мейізді тыныс алу органдары және басқа аурулар кезінде қолдануға болады. Ротавирустық инфекциялар немесе басқа ішек аурулары, олар құсу мен диареямен қатар жүрсе, дегидрацияның алдын алу үшін мейізді ішкен пайдалы. Сондай-ақ мейіз ағзаны тазартуға жақсы, өйткені ол диуретикалық әсерінің арқасында токсиндерді керемет түрде жояды. Достар, менің YouTube каналым ұнаған болса, каналыма тіркеліп, астына пікір жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.